Сәлем достар, сіздерге банктен график сұрау жолдарын көрсететін боламын. Ең алдымен сіздер бұл каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Сіздерге алдын ала үлкен рахмет айтамын. Бізде ең бірінші шагымыз email пошталарыңыз болу керек. Ол жұмыс жасап тұру керек болады. Сол email почта арқылы біз қазір заявка жіберетін боламыз. Екінші, бізге удостоверение личности PDF форматта керек. Оны Каспийдегі цифровой документтің арасынан алып аласыздар. Одан кейін пенсионных отчислениях керек. Оны да Каспийден справкалар бөлімінен аласыздар. Пенсионға соңғы 6 айдыңқы керек болады. Одан кейін кредитный отчет керек төртінші. О кредитный отчетты первое кредитное бюро деген сайттан аласыздар. Ол менің немде бар. Видеоларымның арасында бар. Осы жерге қазір тастап кетемін. Осы жерде бар деп. Енді соңғы бізде заявление жазу керек боламыз банкке. Оны мен сіздерге қазір шаблонды көрсететін боламын. Қалай толтыру керектігін. Міне бізде осындай шаблонды толтырып заявление алып жіберетін боламыз ең соңысында. Біріншінде қандай банктен сіздер график алып жатырсыздар, соның атауын жазасыздар. Одан кейін сол банктың филиалын жазасыздар. Одан кейін кімнен деген жерге өздеріңіздің аты жөндеріңізді, ЖСН деген жерге өзіңіздің ЖСН номеріңізді, адрес деген жерге тұрғылықты мекен жайыңызды жазасыз. Одан кейін телефон номеріңізді және жұмыс жасап тұрған почтаңызды жазасыз. Одан астына қарай түскен кезде өтініш хат дейсіздер. Мен деген жерге аты жөніңізді жазып, осындай банктен несие шарты жасалған, мен несиемді уақытылы төлей алмай жүрмін, себебі деп кредит төлей алмай жүрген себебіңізді осы жерге жазып кетесіз. Әрі қарай себептеріңізді жазып болғаннан кейін осылай сіздің алдыңыздағы берешекті ай сайын қанша теңгеге төлеуге мүмкіндік сұрайсыз. Мысалға сізде 50 мың теңге ай сайын болып тұрса, соны төмендетіп сұрайтын болсаңыз, өзіңіз қалаған неңізді жазасыз, сумаңызды жазасыз осы жерге. Осынша теңгеге дейін құтылуға мүмкіндік сұраймын дейсіздер де, и астында осылай заңдарды жазып кетесіздер. 3-4 заңды жазасыздар. Одан кейін барып, жоғарыда көрсетілген заң нормаларына сәйкес деп екі жақ келісіп, сол бойынша мен сізден осы сотқа дейін менің өтінішімді қарап беруді сұраймын деп жазасыз. Егер де 10 күннің ішінде жауап жазбасаңыз, өзіңіздің құқықтарыңызды жазып кетесіз. Нұр Отан партиясына барам, немесе құқық органдарына жазамын деген сияқты, сондай өз құқығыңызды осы жерге жазып кетесіз. Екі жақты келісіп, сөзге келіп, ортақ бір мақсатқа және график беруіңізді сұраймын дейсіз. Және тағы да несие тарихын менің кешкен күндерімді алып тастауды, айына өзіңіздің талаптарыңызды жазып шығады бұл жерге. Айына 3000 жоқ, өзіңіздің қалаған теңгеңізді төлеуге график шығаруды қарастыруды деп осылай жазасыз. Одан кейін Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау туралы заңға сәйкес жазбаша жауап беруді сұраймын дейсіздер. Сіздің жазбаша жауабыңызды күтемін, мына адрес бойынша деп өзіңіздің тұрғылықты мекен жайыңызды осы жерге жазып кетесіз. Одан кейін құрметпен осылай фамилия атыңызды жазып, күніңізді жазып, қол қойып жібересіз.